Клиптегі дизайнерлік образдарды ашып берсеңіз. Енді клип түсірер алдында біз Ерболат Беделханмен кездесіп, бүкіл концепцияны түсіндірген болатын, қандай клип болады, қандай өлең болады. Басында біз басқа өлеңге түсірейік дегенбіз, қалай қарайсыңға түсірейік дегенбіз. Сондықтан мен осы образдар жасағанда шуба сияқты мех көп қосып жүргенмін да. Содан кейін айтады, ал образды ауыстыр. Бірақ бұл киімдер тігіліп қойған. Осы сендер көргендей шуба Эйзидің үстінде, тағы басқа киімдер осы. Содан маған классика керек дейді. Мен айтамын, қалай классика керек осы, қалай қарайсыңнан кейін, қалай классикалық стильге көшуге болады. Содан басынан ойластырдық, осы тігілген киімдерді қайтадан басқа киімдермен қосып, осы кішкене классика стиль жасадық. Осы қайтаданға, бірақ маған осы ұнады. Өзіме, бастысы балаларға, ең бастысы Ерболат ағаға ұнады. Жалпы клип жоспарлау барысында кімге қандай образды ұсындыңыз және неге? Енді рэпер балаларға кішкене дерзкий дейді ғой стильді қосқым келді. Ол шуба, мех, жүн, цепь, осылай көп осындай кішкене дерзкий болсын дегендей футболка кішкене араластырдық басқа стильдермен. Ал осы вокалистердің киімдері кішкене классикалыққа жақынырақ келді. Оларда костюм, ақ рубашка, пальто, сондай плащтар болды, несіз жүнсіз, әркімде аксессуарлар болды. Кішкене гламурная классика деп айтуға болады. Солай. Кімге жаңағы жалпы түсірілім барысында қыздар мен ұлдарды алып қарасақ, Зируза мен Тамиристі жігіттерді алып қарастырсақ, кімге образды таңдау қиынырақ түсті? Қыздарға да образды біз жасаған болатынбыз. Өздерінің киімдерінен оларға тікпедім. Қиын болғаны жоқ, бәріне онша да қиын болған жоқ. Ең бастысы мені бірден шабыттырған ол Зак, Эйзи, Бала, содан кейін Әлем мен Эйс. Олар содан кейін ойыма келді. Неге дәл осы образдарға тоқталдыңыз? Неге мысалға Эйзи жаңағы шуба киіп шықты? Неге Әлем найзағайы бар киім киді? Енді мен кішкене топтың концепциясымен үйлестіргім келді. Осы найзағай, ол 91-ның белгісі. Сондықтан соны қостым. Сұр түс, қара түстер ортақ барлық киімдерге. Сонымен қатар ол әр киімде жазулар бар, 91 деген бар, тағы не, қазақша фэшн, ерекше десе ақсындай қазақша сөздерді қосқан болатынмын. Тағы не. Солай, енді мен әр адамға қарағанда, мен бірден ойымда елестейді, музыканы тыңдағанда қандай оған киім келеді. Мысалға, Эйзидің киімі Эйсқа жараспаушы еді, себебі оның бойына да келмейді, мысалға, кішкене өзінің образына келмейді. Мысалға, Эйс ол сондай лирик, романтик өте, сондықтан оған классикалық киімдер, классикалық стиль Эйзиге қарағанда жарасымды. Ал Эйзи, мысалға, Зак, олар рэпер болғанымен, олар осы крутой болу керек, дерзкий. Сондықтан шуба сияқты оларға сондай акцент қосам. Буйная фантазия болып кетеді олар туралы. Оларға не образдар жасағанда. Сонда рэперлерге образ дайындау оңайырақ? Оңайырақ. Білмеймін неге, бірақ маған оңайырақ. Жалпы осы клип түсіріліміне арналған киімдерді әзірлеуге қанша уақыт кетті? Клип, мен айтқандай басында басқа клип болу керек еді. Біз оны
бір 2-3 аптаның арасында, 1 айдың арасында тіктік. Бірінші қиынырақ ол тігу емес, ол образды ойлап табу, оны эскиз жасау, ол эскиз көрсеттік, тағы өзгерістер болған, содан кейін барып тіктік. Мүмкін 1 ай алған шығар, 1 айдан менше, азырақ.